Сәлем достар. Бүгінгі видеомда сіздермен тек бір ас қасық қаймақтан айран ету әдісімен бөлісетін боламын. Қаймақ 15-20% болса да бола береді. Бір кесе жылыған сүтке салып араластырамыз. Жылыған сүтімізді айран ететін ыдысымызға құямыз. Қаймақтан жасалған ұйытқымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, орамалмен жылылап орап қоямыз. Ораулы күйінде 4 сағат тұрды. Енді айранымыз дайын болды. Айран сондай қою дәмді болды, шұбатылып тұрды. Рецептім ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.